Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен ұбт география бойынша жаңа сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз ауа райы және климат. Соның ішінде бүгін біз сіздермен қарастырамыз. Ауа райы дегеніміз не? Атмосфералық фронттар, ауа массалары, климат, климаттық белдеулер, жылу белдеулер және де тағы да басқалар. Кеттік. Біріншісі, ауа райы. Ауа райы дегеніміз бұл белгілі бір жердегі атмосфераның қысқа мерзімді жай-күйі. Яғни бұл қысқа уақытқа созылады. Мысалы, бір күннің ішіндегі жауынның жаууы, немесе бір 3-4 сағаттың ішіндегі қардың жаууы деген сияқты, осының барлығы ауа райына жатады. Ауа райының элементтері бұл біріншісі ылғалдылық, температура, жел, жауын-шашын, қысым жатады екен. Енді атмосфералық фронттар дегеніміз не екеніне тоқталсақ, атмосфералық фронттар дегеніміз ауа массаларының аралығындағы өтпелі аймақтар. Яғни мына суретке қарасаңыздар, мына жақта жылы ауа массасы, ал мына жақта суық ауа массасы көрсетілген. Осының арасындағы мынау қызыл сызық бұл атмосфералық фронттар деп аталады екен. Немесе мына климаттық белдеулер картасында қарасақ, мына жақта мысалға мынау жасыл түспен үлкен аймақ бұл қоңыржай белдеу. Осы қоңыржай мен мысалға мынау субтропиктің арасындағы мына сызық атмосфералық фронттар деп аталады. Яғни фронт дегеніміз бұл ағылшынша алдыңғы жақ, алдыңғы беткей деген мағынаны береді. Сіздерге түсінікті ғой, жалпы? Так, енді ауа массалар туралы айтсақ. Ауа массаларының 4 түрі бар. Оның екеуі төменгі қысымды, екеуі жоғарғы қысымды аймақтар. Біріншісі төменгі қысымдар. Біріншісі экваторлық ауа массасы және қоңыржай ауа массасы. Бұлар бізде төменгі қысымға жатады екен. Төменгі қысымды ауа массалар. Екінші бөлім бұл тропиктік ауа массасы және арктикалық немесе антарктикалық ауа массалары. Бұлар бізде жоғарғы қысымды аймаққа жатады. Осыларды жазып жаттап алыңыздар, Так, климат. Климат дегеніміз бұл белгілі бір жерде жыл сайын қайталанатын ауа райының көп жылдық режимі бізде климат деп аталады екен. Яғни мысалға сіздің қалаңыздағы немесе тұрып жатқан елді мекеніңіздегі жыл сайын қайталанатын ауа райы бұл климат деп аталады. Бұл климат деген сөз ежелгі грек тілінен аударғанда еңкіш деген мағына береді. Еңкіш дегеніміз не? Яғни күннің түсу сәулелеріне байланысты айтылған. Мысалға мына экваторлық белдеуде күн сәулесі тіп-тіке түседі. Ал мынау арктикалық белдеуде немесе антарктикалық белдеуде күн сәулелері көлденеңнен түседі. Осыған байланысты климат пайда болады екен. Осыны жаттап жазып алыңыздар. Так, климат құрушы факторлар. Біріншісі географиялық орны, ауаның алмасуы, мұхиттың ықпалы, жергілікті жердің абсолютті биіктігі, мұхиттан қашықтығы және жердің төсеніш беті, осылардың барлығы климатты құрады екен. Климаттық белдеулер, жалпы жер бетінде 13 климаттық белдеу бар. Бұл 13 климаттық белдеуді ажыратып, әрқайсысын жіктеп көрсеткен атақты кеңес ғалымы климатолог Алисов деген ғалым. Осыны жаттап алыңыздар. ұбт-да келуі мүмкін осы сұрақ. Так, міне мынау Алисовтың жіктеп көрсеткен климаттық белдеулері. Мына жерде арктикалық, субарктикалық, қоңыржай, субтропик, субэкватор, тропик және экваторлық. Экватордан кейін мына белдеулер қайтадан қайталанады екен. Бұл яғни солтүстік жартышар, ал мынау оңтүстік жартышар. Екі жақта да климаттық белдеулер қайталанады. Бірақ олардың саны 13. Осылай жаттап жазып алыңыздар. Және де мына жердегі суб деген сөз, яғни суб деген жалғау тұр ғой сөздердің басында, бұл жақын деген мағына береді. Мысалға мынау субтропик бұл
яғни тропикке жақын белдеу деген мағына береді. Міне осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сіздерге түсінікті деген ойдамын. Назарларыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше қош сау болыңыздар.